сәлеметсіз бе құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстанда айыппұл кешірілуі мүмкін. Видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болдық алсаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін бастай кетуді ұмытпаң. Алында біз бастадық. Osmedia.kz колледжі ұлттық отырысында 15 наурызда жалпы халықтық референдум қабылданған конституция нормаларына сай заңнаманы жаңарту турасындағы президент тапсырмасы қаралды деп хабарлайды Osmedia.kz порталы. Ішкі істер министрлігі Ержан Сәденов ведомство азаматтарына берілетін қалай кешіруді жоспарлап отырғанын айтты. Әкімшілік амнистиялық аясында жеке тұрғындардың өтелмеген айыппұлдары толық немесе ішінара есептен шығару мәселесін қарау жоспарлап отыр. Мұндай азаматтардың санаты айыппұлдың есептен шығару тәртібі заң жобасына әзірлену барысында уәкілеттік органдардың толық келісімі беріледі деді ол. Министрлік амнистиялық азаматтар менен мемлекет қауіпсіздігінен қатер төндіретін жекеленген қылмыстық іс-әрекеттер құқық бұзушылық жасанды ілгерітасы екенін бөлек атап өтті. Сонымен қоса премьер-министр Олжас Бекетов әкімшілік амнистиялық және мәселесіне айыппұл назар аударуын тексерді. Әкімшілік амнистия елдің тарихын алғаш рет бастама ретінде көтеріп отыр. Ішкі істер және әділет министрлігі бас прокуратурасымен бірігіп, 2 апта ішінде амнистияны жүргізу арқылы терігі бойынша нақты жұмыстар енгізіледі деді ол. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.